Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді зебра пирогын жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер видео ұнаса, каналыма жазылып лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен 4 жұмыртқаға қантымызды салып, 2-1 келгі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. 2 толық араласуы қажет. Осылай. Үстінен сүтімізді және сұйық майымызды құямыз. Сүттің орнына айран қолдануға болады, потом қаймақ қолдануларыңызға болады, яғни сметана. Менде сүт болды, сондықтан сүтті қолдандым. Ал енді бөлек ыдысқа разрыхлителмен онды араластырып аламыз. Және сұйық массамызға бөліп қосамыз. Бәрін бірден қосып жіберуге болмайды. Бөліп қосқаннан соң жақсылап араластырсақ, бізде іртіксіз, әп-әдемі қоймалжың теста дайын болады. Міне біздің тестамыз дайын, осындай болып шығуы қажет. Бұл тестаны 2-ге бөліп аламыз. Біреуіне 2 ас қасық ұн, біреуіне 2 ас қасық какао қосып араластырамыз. Какао менде рахат. Сіз қалауыңызға қарай қалаған какаоны қолдануыңызға болады. Майланған тапаға 2 ас қасық қара тестадан, 2 ас қасық ақ тестадан араластырып отырып, кезек-кезек құямыз. Менің қалыбымның сантиметрі 22. Диаметрі 22 сантиметр, так сіздер 24 сантиметрлік қалыпқа жасауларыңызға да болады. Менің қалыбымның диаметрі кіші болғаннан кейін пирогым өте биік болып, әдемі болып шықты. Осылай 2 ас қасықтан кезек-кезек құйып отырамыз. Міне мен барлығын құйып біттім. Енді оформление үшін осындай жолақтар саламыз. Алдын ала қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Міне достар, менің пирогым пісіп шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.